сәлеметсіздер ме? Мен Халықаралық қазақ-қытай тіл колледжінің қытай тілі пән оқытушысы Базартай Жанармын. Бүгінгі өтетін сабағымыз қағаз кесу өнері, Жиэнзhi ишу. Біліктілік мақсатымыз Jiaoxue муди. Қағаз кесу арқылы студенттердің практикалық қабілеттерін жетілдіру. 通过减脂学习提高学生的动手能力。但是很多人都不知道如何剪这样的喜字。那么今天妙招解918手来教大家3种红双喜字的剪法。第一种，传统的红双喜字的剪法。首先，我们准备一张正方形的红纸，然后把红纸2次对折。对折好后，大家再根据视频在折好的红纸上画出这样的长方形，一边是5个，一边是2个。但注意，5个的这排长方形是画在可以分开的这一边的。接着，我们再将这些长方形剪下来。剪好后就是这个样子。接着，我们再把这2个部分在竖向剪掉1毫米左右。好了，我们现在给它展开。那么这样一个传统的红。жаңағы Қытайдың Xi деген иероглиф. Енді біз Фу деген иероглиф, бақыт деген иероглифті қиямыз қағазбен. Ораза айында отбасыларыңызға бақыт тілеймін.
бүгінгі үй жұмысымыз қағаз кесуді аяқтау керекпіз. Ванчэн Ченжи. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.